Әке Асқартау. Біздер үшін мына өмірдің бар қиындығына төзіп, ыстық суығына шалдырмай келе жатқан арқа сүйеріміз, қорғанымыз, асыл әкеміз Жаманқараев Дүйсенбек Нөкербекұлы биыл 70 жасқа толып отыр. Адамдық пен адалдықтың, парасаттылықтың үлгісі болған ардақты әкеміз 1955 жылы 28 қаңтарда қазіргі Қарақай ауылдық округінде дүниеге келді. Сол ауылдағы Мәншік Мәметов атындағы жалпы орта мектебінің табалдырығын аттап, Жетісай қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектепті тамамдайды. Шымкент қаласындағы Қазақ химия технология институтына оқуға түсіп, құрылысшы мамандығын алып шығады. Қолына дипломы тиген жас маман әуелі Жетісай колхоз аралық құрылыс мекемесіне инженер шебер болып жұмысқа орналасады. Кейін учаске меңгерушісі болады. МПМК 22 құрылыс мекемесінде прораб, учаске меңгерушісі болып құрылыс саласында әбден шыңдалады. 1989 жылдан бастап заман ағымына сай кәсіпкерлікке бет бұрып, мақта егіп, жерана еміп, ақ алтын баптаумен айналысады. Осы салада 20 жылға жуық еңбек етеді. Ел еңсесін тіктеп, өңірде құрылыс саласы қарқын алған кезде мықты мамандардың жетіспеушілігі байқалады. Дәл осындай қысылтаяң сәтте әкеміз Дүйсенбек ауданда салынып жатқан құрылыстарға өз қолтаңбасын қалдырып, құрылыс саласының қарқын алуына елеулі үлесін қосады. Қазіргі таңда да Жетісай қаласында салынып жатқан спорт кешеніне басшылық етіп келеді. Өмірі өнеге жүріп өткен жолы кейінгіге үлгі боларлық. Тау тұлғалы әкеміз осылайша зейнет жасына шыққанына қарамастан сүйікті кәсібінен қол үзбей жастарға тәлім тәрбие беріп келеді. Отбасында Асқартау әке адал жар, немерелерінің ардақты атасы. Өмірлік қосағы Ахметова Оразкүл екеуі 4 қыз 1 ұл тәрбиелеп өсірді. Барлығында ел сүйсінерліктей азамат етіп ұядан ұшырды. Қыздарын қияға, ұлын ұяға қондырды. Бәрі де мына өмірден өз орындарын тапқан, бақытты шаңырақ құрған, тамырын тереңге жайған, мәуесі төгілген алып бәйтеректей үлкен бір әулетке айналған. Кіндігінен өрбіген перзенттерінен 21 немере сүйіп, солардың бал қылығын қызықтап келеді. Бүгін сол тәп-тәтті немересі Дүйсенбек Әбілмансұрда ат жалын тартып сүндеттеліп отыр. Осынау қос қуаныш қабат келіп, қос тойымыз қоса тойланып отырған мерейлі де мерекелі сәтте Асқар биігіміз әкемізге болаттай мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тілейміз. Еліңізге сіңірген елеулі еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Той-тойға ұлассын, батагөй қариямыз, асыл қазынамыздың ақ батасымен біз де өсіп өніп көгеріп, алғыс алып жүре берейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сүндеттердің қарағым, және бері қарағым, шырағын жағар ұлымсың, ата менен әженің, таудай болсын талабың. Мұратыңа жете бер, күннен күнге өсе бер, ұзақ болып өміріңнің түйін өз қолыңа шеше біл, адам болып өсе біл. Аумин.